Сәлем бәріне. Бүгін біз Қазақстанның бүкіл мәдениетін қалыптастырған бір нәрсеге шомыламыз. Жібек жолына. Дұрыс естідіңіз. Шығыс пен батысты байланыстырған ежелгі сауда жолдарының желісі. Бірақ онда не ерекше? Жібек жолы тек жібек, дәмдеуіштер және басқа да тауарлармен сауда жасаудан гөрі көп нәрсе болды. Ол мәдениеттердің, идеялардың және жаңалықтардың үйлесімді орны болды. Білесіз бе? Қазақстанның өзі оның ортасында болды. Қиялдаңыз, жан-жақтан қайнап тұрған базарлар, дамыған қалалар және мәдениеттердің бірігуі. Тараз, Отырар және Түркістан сияқты қалалар жібек жолы бойында гүлденді. Бұл тек сауда орталықтары ғана емес, сонымен қатар білім мен мәдениет орталықтары болды. Бүкіл әлемнен келген ғалымдар, саудагерлер және суретшілер осында жиналып, өздерімен бірге жаңа білімді, өнерді және дәстүрлерді әкелді. Мысалы, Таразды алайық. Саудагерлер қаласы ретінде белгілі болған ол жібек жолындағы негізгі аялдама болды. Оның көшелерімен сол кезде жүріп өткенді елестетіп көріңіз. Сіз әртүрлі тілдерді естисіз, әртүрлі беттерді көресіз және мәдениеттердің араласуын сезінесіз. Мұндай мәдени араласу жергілікті дәстүрлерді байытып, сәулеттен ас мәдениетіне дейінгі барлық нәрсеге әсер етті. Содан кейін Отырар бар. Бұл ежелгі қала тек сауда орталығы ғана емес, сонымен қатар ғылыми қызмет орталығы болды. Ол әлемге ең танымал ғалымдардың бірі Әл-Фарабиді сыйлады. Қаланың кітапханалары мен мектептері алыс жақыннан зияткерлерді тартты. Оны білім мен мәдениеттің жарқын шамына айналдырды. Жібек жолы сонымен қатар әлемнің түрлі бөліктерінен діндерді, философиялар мен өнерді әкелді. Буддизм, ислам, зороастризм бұл діндердің барлығы Қазақстанның мәдени мұрасына өз іздерін қалдырды. Осы сенімдер мен идеялардың араласуы бүгінде көруге болатын ерекше мәдени мұраны қалыптастырды. Олай болса, бұл неге маңызды? Жібек жолының Қазақстанға тигізген әсерін түсіну бізге біздегі бай әртүрлі мәдениетті бағалауға көмектеседі. Ол біздің қаншалықты өзара байланысты екенімізді және идеялар алмасудың мәдени өсудің таңғаларлық деңгейіне әкелуі мүмкін екенін көрсетеді. Келесі жолы сіз Қазақстанның кез келген қаласының көшелерімен жүргенде, жібек жолының әсер еткен ғасырлар тарихы арқылы жүріп жатқаныңызды есіңізге салыңыз. Бұл картадағы жол ғана емес, бүкіл аймақтың мәдениетін қалыптастырған сапар. Тыңдағаныңызға рахмет. Егер сізге бұл ұнаса, сол ұнау батырмасын басыңыз және тарихтан тағы да таңқаларлық әңгімелерді көру үшін жазылыңыз. Келесі кездескенше.